Осы негізі ойлап қалмаңдар, қоймайтын тұрған бұл жай ғана музей. Яғни бұл музейде сіздер бірінші, екінші қабат бойынша өмірбаянымен танысасыздар. Екінші музей ол қоймайтын тұрған үйі. Бірақ бүгін енді ол есігін жұмыс жасамайды, тек қана аптасына 2 рет жұмыс жасайды. Оны мен апайым өзіміз түсініп айтамыз. Енді Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев келейік. 20 жыл Қазақстанды басқарған адам. Соның ішінде Қазақстан Компартия Социалдық комитетінің бірінші хатшысы дейді, қазіргі президент. Ол кезде басқаша айтылады. Бірінші хатшы дейді. Соны 25 жыл болған. Туған жылы 1912 жылғы 12 қаңтарда осы Алматы қаласында дүниеге келген. Руы ысты, яғни ұлы жүз, ысты ойы. Енді қазір сіздерге мен отбасына тоқталамын. Яғни әкесі кім болған? Айдос шешші басым, бас киім шешші. Анасының есімі Дәуре, баяғы Жұмабай. Әкесінің есімі Меңрахмет Жұмабайұлы Қонаев. Екеуі 70 жыл бірге өмір сүрген. Дінмұхамед Қонаев көп балалы отбасынан шыққан. Яғни Репетсалин 3-ші бала және тұңғыш ұзақ күткен ұл. Әкесі Меңрахметтің арнайы білімі болмаған. Не жоғары, не орта. Яғни медреседе, араб тілінде медреседе оқыған. Бірақ өз бетінше, қазақша, орысша, өз бетінше үйренген. Сондықтан да өте сауатты болған. Қазақ тілінде, орыс тілінде. Алдарыңызда тұрған әкесі Меңрахметтің таяғы және балалары өте көп болған тұстан, балалардың аяқ киім өзі жөндеген. Сол әкесінің құрал-саймандары. Әкесі Меңрахметтің әжесі Хадиша деген кісі болған. Сол Хадишаның пайдаланған самаурыны. Бұл самаурынға 100 жылдан асып кетті. Байқам 115 жыл, 118-де толды. Самаурын мыстан жасалған 1905 жылғы самаурыны. Bir жерінде, мысалы, оның тесік жоқ. Қазір шай қойса, мысалы, қайнатып береді. Дінмұхамед Қонаевтың өзі осы Алматы қаласындағы 2 мектеп бітірген, бір емес. 4-ші сыныпқа дейін нөмірі 19-ші Чернышевский атына орта мектеп бітірген, ал жоғарғы сыныпты нөмірі 14-ші мектепте бітірген. Енді ол мектептер сақталмаған қазіргі таңда. Дінмұхамед Қонаевтың өзінің балалық шағынан бастап арманы тау-кен инженері болсам деп армандаған. Оның өзінің кумирі Мұхамеджан Тынышбаев болған. Міне алдарыңызда тұр, кісі темір жол торабының инженері Қонаев осы кісіні сияқты инженерді армандағына жетеді. Яғни өйткені мектеп бітіргеннен кейін ол жұмыс жасаған. Яғни күндіз жұмыс жасайды, кешкісін оқыған. Кешкілік оқу дейді, дайындық оқу. Сөйтіп барып университетке, яғни институтқа түскен, өзінің арманын орындалады. Ол Москва қаласында орналасқан. Институттың аты алтын түсті металдар. Тау-кен мамандығы бойынша 31-ші жылы институттың түлегі болады. Содан кейін 5 жыл оқиды, 36 жылы үздік бітіреді. Еңбек жолы Балқашта бастаған. Балқаш қаласын білесіздер. Алдарыңызда тұрған сол бұрғы станок. Яғни жерді қопаратын станок бұл. Сол жерді қопаратын станоктың машинисті болған. Балқашқа барсаңыздар көресіз, бұл ашық музей ретінде сақталған. Ең алғашқы машинистердің тізімі тұр, ең бірінші Қонаевтың фамилиясы тұр. Осы Балқашта мыс өндіргені үшін, мына алдарыңызда тұрған құйма БМЗ дейді. Балқаш мыс қорыту заводы деген сөз. Қысқартып айтқан кезде 1938 жылы Дінмұхамед Қонаевты ең алғашқы медальмен аталады. Ол еңбектегі ерлігі үшін деп аталады. Оны сіздерге екінші қабатталарында көрсетемін. Инженер, бас инженер, цех бастығы, баға Қонаевтың директоры. 1939 жылы басқа қалаға ауыстырылады. Шығыс Риддер қаласына ауыстырылады. Ол жерде қорғасын шығаратын кен орны болады. Сол кен орнының директоры етіп тағайындайды. Бұл 42 жылға дейін. 1900 сол жылдары ауысқан жылы ол отбасын құрады. Sonra шарт құрды. 20 жыл алда 2 күн бірге ғұмыр кешеді. 1942 жылы Ұлы Отан соғысы басталған жыл, білесіздер. Ол кезде Қонаев соғыспаған. Себебі үкімет басында басшылық жұмыс істеді. 42 жылы Қонаев небәрі 30 жаста еді. Онда 30 жасында жалпы ол кісі министр болған адам. Бүкіл Ұлы Отан соғысыны білесіздер, оны
Казакстанда жасалды деп, сол кезде сол тұста Қонай басшылық тұрған. Яғни бүкіл танкілер, сол 34 үлгідегі танкі, міне алдарыңызда тұр, тіпті Балқаш қаласында ескерткіш орнатылған. Осы танкінің